Жетісай ауданының тұрғындары Асыл қазына және тең қоғам мемлекеттік мекемесінің ардагерлер орталығына қош келіпсіздер. біздің мекен жайымыз Асық-Ата кенті, Ысқақов көшесі 37-те орналасқан. Міне әкімшілік жанымызда, мына жерде поликлиника бар, кітапхана, орталық кітапханамыз осы үлкен көшемізде, орталық көшемізде орналасқан. Орталыққа зейнет жасына жеткен егде жастағы қария ата-апаларды қабылдаймыз. Өткізу бюросының инспекторы Әзім-Анар орталығымызға келген қызмет алушы ардагерлерімізді тіркеп алады. Олардың күнделікті қан қысымын өлшеп отыру арқылы басқа ем шараларға жіберіліп отырылады. Тұз кеніші. Тұз шахталары денсаулыққа өте пайдалы. Солардың ішінде фарингит, ларингит және бронхит пен гайморитке көмектеседі, иммунитетті күшейтеді және жүйке жүйесін тынышталдырады. Бильярд ойыны физикалық белсенділіктің жеңіл түрі. Бильярд ойыны дәлдік пен концентрацияны арттырады. Тұрақты массаж денсаулықты сақтаудың тиімді тәсілдерінің бірі. Орталығымыздың емдік массаж мамандары қызмет алушы ардагерлерімізге нүктелі массаж, емдік массаж, балмен массаж жасау түрлерін жасайды. Сенсорлық бөлме. Сенсорлы бөлме бұл әртүрлі стимуляторлармен толтырылған арнайы ұйымдастырылған орта. Олар көру, есту, жанасу және тағы басқа органдарға әсер етеді. Бұл қараңғы бөлменің мақсаты эмоционалдық жағдайды қалпына келтіреді және релаксация сыйлайды. Шахмат ойлау қабілетін арттыратын, зейін мен логиканы дамытатын интеллектуалды ойын. Таным белсенді өмірдің кепілі. Жаңа әсерлер, жаңа білім өмірге деген құштарлықты арттырады. Орталыққа келген зейнеткерлеріміз компьютерлік сауаттылықтан дәріс алады. Оған біздің арнайы маманымыз жұмыс жасайды. Әуен арқылы жан дүниеңізді ашыңыз. Хорда және вокалдық жаттығуларда зейнеткерлеріміз ән айту техникасын үйренеді, есте сақтау қабілеттерін жақсартады және көңіл күйлерін көтереді. Орталығымыздың бірінші қабатымен таныстырып өттік, енді екінші қабатқа жоғарыға көтерейік. Йога бұл жан мен денені бір арнаға біріктіру. Психолог маманның кабинеті. Психолог шыныңды да, сырыңды да айтқыза білетін, күйзеліске түскенде көмектесетін бірден бір маман. Қол өнермен айналысу ұсақ моториканы дамытып, зейінді арттырады. Алпыс жастан асқан адамдарға арналған би бұл жай ғана көңіл көтеру емес, бұл дене мен ақыл үшін пайдалы кешенді жаттығу. Тредмил адамның жүрісі мен жүгірісін имитациялайтын кардио жабдық. Әлеуметтік мамандар орталыққа келген зейнеткерлеріміздің құжаттарын қабылдап алады. Бізге қажетті құжаттар жеке куәлік, 027 форма, зейнеткердің
кітапшасы және флюорография. Елім деп соқсын жүрегім, елім деп соқсын жүрегім. Елем батылмайын салмайын, көкейін көже шалмайын, үреп жүрген едім. Елім деп соқсын жүрегім, елім деп соқсын жүрегім. Елем батылмайын салмайын, көкейін көже шалмайын, үреп жүрген едім. Жәнібек болып жұмылдым, керейде болып туылдым, қазақ хандық боп құрылдым. Ақтабанымда сүрініп, атқа көлінде шұбырып, елім ай жылап қырылдым. Қобыздың бірақ құлағын домбыра болып жыладым. Дауылдарға да шыдадым, жауындарға да шыдадым. Көшпелі елім мәңгілік, көшпесін сенің шырағың. Елім деп соқсын жүрегім, елім деп соқсын жүрегім. Ерем батылмайын салмайын, көкейін көже шалмайын, үреп жүрген едім. Қарындасымның арышын қылышқа байлап Асқарлығы тауында, байлығы жайлауында, бостандығы қолында, айбаны байрағында. Қазағымсың менің, үрді дөй дөй дөй, дүрді дөй дөй дөй, дүрді дөй дөй. Ғажабымсың менің, үрді дөй дөй дөй, дүрді дөй дөй дөй, дүрді дөй. Сұңғарышыңда, тұлпары қырда, кеңдігін көргің келсе, танитын тұлға